Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай күнделікті қолданып жүрген вилка қасықтарды, жылтырамай, шамалы кір шалып тұрған вилка қасықтарды жылтырататын боламыз, жуып тазалап. Видеоның соңына дейін көріңіздер, және де пайдаларыңызға жарасын. Таза ыдысқа вилка қасықтарды саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын салдым. Енді үстіне бетіне батып тұратындай етіп, бөлме температурасындағы салқын суды құя саламыз. Міне құйдым. Енді осының үстіне 4 ас қасық тұз саламын. Және де ас содасын саламын. Ас содасынан да 4 ас қасық саламыз. Енді келесі кезекте уксус құятын боламыз. 2 қасық, 3 қасық, 4 ас қасық уксус құйдық. Енді үйде қолданып жүрген осындай ыдыс тазалайтын средство болса, содан аздап тамшылатып құямыз. 1 ас қасық көлемінде. Енді отқа қойып, суды қайнатамыз. Міне су қайнады, жарты сағат қайнатып алатын боламыз. Қасық ожаудың батпай тұрған жерлері болса, суға батырып қоямыз. Міне жарты сағат өтті. Суын төгіп, үстіне салқын су құйып жатырмыз. Енді осы салқын суда қолымызға орамал алып, қасықтарды жуып шығатын боламыз. Майы қалыңдау болып тұрған жерлері болса, қырғышпен аздап қырып жібереміз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықтар жып-жылтыр болып шығып жатыр. Өте оңай тазаланады. Осы әдісті пайдаланып көріңіздер. Міне барлығын тазалап алдық. Тап-таза жып-жылтыр болып шықты. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай ыдыстың барлығы жып-жылтыр, жап-жаңа ыдыс сияқты болып қалды. Кәделеріңізге жарасын.